Alo бауырым, кімде-кім Боратты масқаралап, ұрып, видеоға түсіріп әлемге тарататын болса, $1 миллион беремін. Менің өз ойым, өз пікірім, Боратты, яғни Саша Баронды Ассалаумағалейкум арма құрметті көпшілік қауым. Біздің арна әмбебаптық универсаліне арна. Бүгін біз өз блогымыз бастаймыз. Достар, құрметті ағайын, бүкіл интернет пен ақпарат құралдарын қызу талқылауға түсіп жатқан осы Борат дауы бізді елеңдетпей де қойған жоқ. Бұл дауға Нұржан Төлеудиев ағамыз Боратты көкпара тазалаңа шешілтіріп тарту керек десе, белгілі саясаткер Бекболат ағамыз өз ойын Борат жайында әлем жұртшылығына орыс тілінде білдірді. Осы дауға байланысты ел тұрғындары, бәзбірі ел тұрғындары көк туды желбіретіп көшеге шықса, кейбірі осы Борат есіміне әжетхана қағазын шығарып, бірі болса өз көлігіне Бораттың суретін салып келе кетті. Не болса да дау соңы жақсылық пен мемлекетіміздің дамуымен бітсін дейміз. Ал біз Борат жайлы не білеміз? Борат бұл кинодағы оның лақап аты. Оның шын есімі Саша Барон Коэн. Ол Ұлыбританияда 1971 жылы дүниеге келді. Оның мамандығы актер, сценарист, продюсер. Ары қарай білудің де қажет жоқ шығар. Өйткені оның жасаған іс-әрекеттеріне байланысты ол туралы білудің де өзі керек шамал. Бірақ қазақта мынандай сөз бар емес пе? Дұшпаныңды жеңін келсе, оны жақсы тан деген. Ол біздің елімізді бүкіл әлемге тұрпайы әрекеттерімен, жіркеніш қылықтарымен келе кеткені рас. Мұнысына біз ел тұрғындары өзінің қарсы пікірін білдіріп, өз бағыттағы әртүрлі бағытпен өз наразылықтарын да білдіріп жатты. Ал Саша Борон ше? Ол яғни Саша Борон The New York Times басылымына берген сұхбатында бұл комедия фильмдегі Қазақстан мен нақты елдің арасында ешқандай байланыс жоқ. Қазақстанды ақшта ешкім білмейтін болғандықтан таңдадым. Нағыз Қазақстан заманауи абыройлы қоғам бар, Бораттың нұсқасына қарама қайшы ел дейді. Осылайша өз пікірін білдірді Саша Барон. Дегенмен Сашаның бұл пікірі ел көңіліне деме болмайтыны сөзсіз. Боратқа халық қапалы. Сол бір елімізде ызаланғандардың бірі атақты спортшымыз Қуат Хамит Боратқа $1 миллион беретіндігін еш қиналмастан айтты. Ало бауырым, кімде-кім Боратты масқаралап, ұрып, видеоға түсіріп әлемге тарататын болса, $1 миллион береміз. Кім айтты оны? Кімде-кім Боратты видеоға түсіріп, жаңағы ұрып соққан болсын, жаңағы басынан ұрып, униженный виде кімде-кім сондай видео түсіреді, сол Боратты ұстап алып, лично менен және менің достарымнан оларға $1 миллион. I am the one, don't wait your time, don't need a gun to get. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Мүмкін Саша Баронның бұл фильмі бүкіл әлемнің назарын Қазақстанға аударып, еліміздің туристік саласы қатты дамып кетіп жатса, бұған да таң қалмаңыз. Достар, сіздердің Борат жайында пікірлеріңізді комментарийға жазып қалдырып, СТВ Channel арнасына колокольчикті басып, подписация мәзірін басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің де екінші каналымыз Саке каналы. Оғанда тіркеліп, достарыңызды бөлісуді ұмытпаңыздар. Әрқашанда бізден жақсы қызықты видеоларды күтіңіздер. Мінекей біз өз блогымыздың да соңына келіп жеттік. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Сөз соңында асақтай берсін алауың, желбірей берсін жалауың. Бүкіл әлемге үлгі болып, орындала берсін қалауың. Сіздермен бірге болған СТВ Channel келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.